деп жатырмын. Таңдау еркі деген сөз адамда ылғи таңдау еркі болады, иә? Біз үш-ақ нәрсені таңдай алмаймыз. Ол біздің қашан өмірге келетініміз, қашан өмірден кететініміз және ата-анамыз. Оны Алланың құқығында ол. Алланың құзырында Алла тағала бізге ата-ананы өзі таңдайды, нәсіп етіп береді. Ал Алла тағала біз қашан өмірге келеміз, қашан өмірден кетеміз, оны да бір Алла біледі. Ал қалған жағдайдың барлығында адамда не бар? Таңдау еркі бар. Сіз қандай ортада жүресіз, қандай жұмыс істейсіз, қандай үйде тұрасыз, кіммен дос боласыз, намаз оқисыз ба, оқымайсыз ба, жалпы бүкіл өмірдің саласында сіздердің таңдау еркіңіз бар. Біздің жануардан ерекшелігіміз осы адамдарда таңдау еркі бар, санасы бар, түп санасы бар, ақыл есі бар. Жануарлар да әйтпесе біз сияқты